Қайырлы күн достар, мен осылай балдарыма бүгін қолдың ірімшігінен сырнекке жасап берейін деп шештім. Оған біз қосамыз эритрит, ең алдымен қант алмастырғыш, күріш ұны, безглютеновый, гималай тұзынан және ас содасын қосатын боламыз. Және оған бір жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырамыз. Осылай көріп тұрғандарыңыздай әдемілеп араластырып отырып, сіздер венчиктің көмегімен араластырсаңыздар да болады, бірақ маған венчик ыңғайсыз болғандықтан вилканың көмегімен араластырып отырмын. Ол өте ыңғайлы, және видеоның астына қанша мөлшерде қосатындарын жазып кетемін, ингредиенттарды. Мінекей, досканың үстіне осылай күріш ұнын шашып аламыз, аздап. Сүтемізде стаканның көмегімен, қасықтың көз мөлшерімен аламыз, қаншалықты кететіндігін. Осылай шашып, стаканның көмегімен екі шетін айналдырып аламыз, екі жағында. Мінекей, аударып, екінші жағын айналдырамыз. Ақырындап марлиннің үстіне қойып қоямыз. Марлиннің үстіне қоятын себебіміз, біз безглютеновый ұндарды қолданғандықтан, бұл жерде өте жабысқақ келеді. Тем более творогтың суы шығатын болғандықтан, осылай марлиннің үстіне қойып, 10-15 минут кептіріп аламыз суын. Суын марли тартып, өзіне кептіріп береді бізге. Осылай ақырындап араластырып, кептіріп болғаннан кейін газге қызып тұрған майымызға екі жағын ақырын отта, баяу отта қуырып алатын боламыз. Мінекей, дайын, өте әдемі шықты, өте дәмді.